Билік өзгерсе біз өзгереміз деп отырсақ, біз ешқашан дамыған елдердің қатарына кірмейміз. Билікке табына береміз. Қоғамда және жеке адам өмірінде биліктің өмірі азаю керек. Не халық, не нұротандықтардан сұраса, бұл доктринаны даму қалай болып жатыр десе, мен ойымша бәрі қиналады. Бұл ребрендингтің бір элементін ғана, сыртқы элементін ғана өзгерту, ол ребрендинг емес. Армысыздар, көрермен, сіздермен бірге Қали Әубәкіров. Бүгінгі талқылатын тақырып сайлау. Парламенттік сайлау, соның ішінде сайлау алды науқан, партиялардың ребрендинг әрекеттері және тағы сол сияқты. Біздің бүгінгі спикер әлеуметтанушы Есет Жемісбекұлы. Ассалаумағалейкум. Ресми түрде тіркелген партия бар. Әрбіреуінің өзінің жекелей саяси доктрина бар, бағдарлама бар, ұрандар бар, тағы да сол сияқты. Дегенмен, сіздің ойыңызша, осы 6 партияның ішінде қай партияның саяси доктринасы халыққа жақындау болып тұр? Демек, популистік ұрандар негізінде емес. Сол енді бізде 6 партия ресми түрде бар, но енді нақты түрде біраз тұрақты жұмыс істейтін олардың ішінде бір үшеуі ғана. Әрқайсысы әрине халықтың дауысын, халықтың қолдауын сүйенгісі келеді, соны іздейді әрине. Бірақ енді біздің партияларды мен бірнеше рет айтқам, ең бір жалпы жаман ерекшелігі ол олардың идеологиялық нелері жоқ. Коммунистік партиядан басқа ерекшеліктері жоқ сондай. Халық олардың доктринасы арқылы, идеологиясы арқылы өздеріне олардың ерекшеліктерін өздеріне бекітіп, соны түсініп, сол арқылы оларды анықтап, солай түсіне алмайды. Коммунистік халық партиясының ерекшелігі олар енді бұрынғы коммунистік идеологияға біраз сүйенеді. Оны өкінішке қарай оларда жаңартып, қазіргі заманға сәйкес онша дамытып отырған жоқ. Ал қалған партиялардың ұрандары бар әртүрлі, бірақ енді мынандай не бар ғой, ол партиялардың бәрінің бағдарламасы. Біз барлық жақсылық үшін, барлық жаманға қарсымыз деген. Бұлай ерекшелік жоқ. Оның оларды ақтайтын белгілі бір себептер бар. Ол себептер қандай? Ол себеп біздің өкінішке қарай қоғамда әлеуметтік саяси ілім, теория, ой дұрыс терең жүйелі түрде дамымаған. Соның арқасында мына партияны құрастырып, соны басқарып жүрген адамдар әрине неге сүйене алмайды? Жеткілікті саяси философияға, қоғамдық саяси ілімдерге сүйене алмайды. Ал мына идеологиялық программалық ерекшелік болу үшін қоғамда сондай ой жетілген түрде болу керек, жүйелі түрде көп болу керек. Сонда олардан олар өздеріне ала алады. Белгілі білімдерді алып, соны реттеп, соның арқасында өздерінің идеологиялық ерекшеліктерін қалыптастыра алады. Ал ол болмағандықтан бұл партиялар әйтеуір бар нәрсені қолдарына келгенін істеп, біреуінікі біраз енді басқа қарағанда көбірек істелінген, біреуінікі азырақ істелінген. Мысалы, әрине Нұр Отанның мүмкіндігі көбірек болғандықтан Нұр Отанда біраз жұмыс көп істелінді, бірақ олар да өздерінің доктринасын ары қарай дамыта алмады. Кезінде қабылданды, жақсы доктрина, бірақ содан бері, менің есімде болса, ол 13-ші жыл қабылданды. 13-ші жыл қабылданды. 7 жыл өтті, 7 жылда не халық, не нұротандықтардан сұраса,
бұл доктринаның дамуы қалай болып жатыр десе, менің ойымша бәрі қиналады. Оған не бере алмайды, нақты жауап бере алмайды. Иә, доктринаны біз жақсы білеміз, ол дамып жатыр. Кейбір оның әлгі элементтерін ары қарай тереңдетіп, кеңертіп, солай дамытып жатырмыз деп, ондай өкінішке қарай жоқ. Ал мысалы басқа партиялар қалай айтсақ, о жағынан жұмыс істемейді. Мүлдем жұмыс істемейді. Сондықтан, иә, мысалы мына социал-демократиялық партия біздің халқымызға, жалпы қоғамға өте, менің ойымша, керек партия. Олар біздің дәстүрімізге, біз кезінде социализмде өмір сүрдік қой. Сондықтан сондағы көп дәстүрге сүйеніп ары қарай жұмыс істеуге өте жақсы мүмкіндіктері бар, бірақ ол партия құрылған күннен бері идеологиялық ешқандай қалай айтсақ, еске қалатын жұмыс істеген жоқ. Сонда олар көбінесе алдардан саяси мақсат қояды, ал бірақ ол мақсат жету үшін белгілі не болу керек қой? Инвестиция. Инвестициялар болу керек. Бұл инвестициялар олар тек ақшалай түрде ғана түсінеді инвестицияны. Негізгі инвестициялар партияға, мысалы адам қоғам дамуына, олардың білімі, қабілеттерін дамыту. Бұл жағынан келгенде біз көріп отырмыз, өкінішке қарай көп негіз қаншама болған партиялар Қазақстан тарихында, кеңес одағынан кейінгі, ешқайсысы өзінің идеологиялық программалық ерекшелігімен есте қалып отырған жоқ. Оның себебі не деп ойлайсыз? Ұрандар нете алады, әсіресе сайлау жақындағанда. Саяси философияның дамымауы. Өйткені идеологияның артында саяси философия тұрады. Ол дамымай жатыр, сондықтан саяси функционерлар, партия функционерлары, олар біздің қоғамда көз қайнары жоқ, олар ғана нететін, сүйенетін. Идеологиялан сүйенетін. Әлеуметтік теория дұрыс дамымай жатыр. Ол жоқ болғандықтан олар қалай өздеріне алып қолдануға мүмкіндіктері өте шекті болып отыр. Өте аз болып отыр. Тек оларды кінәлай беруге болмайды. Жалпы қоғамның өзінің ол кінәсі, ең алдымен зиялы қауымның кінәсі, ғалымдардың әлеуметтік саладағы, бізде кейбір өздерін сондай биік көргісі келетін, мен философ деген айтатын адамдардың кінәсі, олардың артында өкінішке қарай, мысалы өздерін олай мақтағанмен, мүмкін олардың үлкен дәрежелері бар, бірақ еңбектері жоқ. Не сол қауым бағалайды, не қоғам бағалайды. Сондықтан енді сонда біздің әлеуметтік саяси теория төмен деңгейде болып тұрғандықтан партия функционерлар оларды кейде ойланбай айтып жібереді идеолог деп. Олар идеолог емес, олар функционерлар. Идеолог деп біз кімді айтамыз? Ол не өзі жаңа идеологияны туғызған, немесе бар идеологияға жаңа серпініс беріп, жаңа деңгейге шығарып, белгілі бір негіздерін басқаша қарап, жаңа дамытуға мүмкіндік берген адамдарды идеолог деп айтуға болады. Ондайлар жоқ бізде. Яғни олар жай жерде бостан ешқай деңгей жоқ жерден аяқ астынан туып қалмайды. Қазақша айтқанда аяқтар аспаннан салбырап түсе алмайды. Олар осы қоғамда өсу керек, осы қоғамдағы білімге сүйеніп, қазақша айтқанда білгенін істеу керек. Идеологтар енді олардың негізі бағдарлама беру ғой, идеологиялық, ілімдік құндылықтарды нету. Еңбекте олар сол идеологияға сүйенген уже басқа партия функционерларымен, оның басқа басшылары, функционерлар және белсенділері еңбекке іске асыру керек. Біз көріп тұрмыз, ең алдымен әлгі бірінші архитекторлар жоқ.
не бағыт беретін сосын дұрыс прорабтар жоқ. Үшінші сол ана үйді салатын әлгі құрылысшылар да жоқ әсіресе. Жалпы партиялар бізде мына сайлаудың арасында 90% ұйықтап жатады. 90% ұйықтап жатады. Бір-екеуі ғана жұмыс істейді, үшеуі. Оның ішінде әрине филиалдары көп, олардың әлгі кадрлары көп, Нұр Отан. Бірақ оның да көп резервтары, менің ойымша бар резервтары. Халыққа пайда келіп, екінші жағынан өзінің саяси беделін көтере алатын. Олар жұмыстар онда дұрыс істелінбей жатыр. Олар өздері біледі. Бірақ енді басқа партияға қарағанда әрине олар жиі қоғам өмірінде көрініп тұрады. Сондықтан онда олардың о жағынан әлгі нелері плюстары бар деп айтуға болады. Но біз былай айтқанда, жаңа өкінішке қарай партиялардың тұрақты идеологиялық фундаменттары жоқ. Жалпы кейде осы кінәлайтын зиялы қауым өздері біздің қоғамдың ары қарай дамуына керек философиялық, әлеуметтік саяси ілімдерді дамыта алмай отыр. Біз айта алмаймыз, біздің қоғамда осы еңбектерімен, ілімдерімен бізді ойымызды оятып, ары қарай бізді соны нақтылауға былай бағыттап отырған, соған бізді жаңа мүмкіндік туғызып отырған сондай бізде ойшылар бар деп айта алмаймыз біз. Былай сарапшылар бар, кейде өздерін олар философ деп айтады, экономист деп айтады, политолог деп айтады. Ал бірақ олар көбінесе, қалай айтсақ, жалпы былай не бере алады, қалай айтсақ, түсінік. Бірақ мына терең және жүйелі түрде ойды жеткізе алмайды. Оны ары қарай дамыта алмайды. Бәрі салдары тиіп тұр, өйткені қалай айтсақ, әрбір қоғам даму үшін өзінің философиясы, өзінің әлеуметтік саяси жетілген теориясы болу керек. Енді оның нәтижесін біз күнделікті өмірде сізбен біз жалпы барлық халық көріп отыр. Сөзіңіздің жаны бар. Осы орайда келесі сұрақ туындайды. Жуырда енді коммунистік халықтық партия кеше Бірлік партиясы одан бірнеше күн бұрын ребрендинг жасап атауларын өзгерткен болатын. Енді барлығымызға мәлім, бұқаралық ақпарат көздерінен естіген болғанбыз. Адал партиясына бір қоғамға танымал бірнеше жаңа тұлғалар құрамға қосылды, мүше болып. Ал коммунистік партия өзінің атауын Қазақстан халықтық партия деп атауын ауыстырғанымен, түсінімше коммунистік идеядан бас тартып отыр. Енді дегенмен осы екі әрекет тура сайлаудың алдында кеш емес пе сіздің ойыңызша? Менің ойымша кеш емес, өйткені бәрібір оларға ешқандай не әкелмейді. Олар оны бір жыл бұрын істесе де, бір ай кейін істесе де, бұның нәтижесі ешқандай болмайды. Қалай айтсақ, түбінде ықпалы жоқ, идеологиялық негізі жоқ, идеологиялық ықпалы жоқ партиялар не істесе де, олар түкке келмейді. Ал енді бірақ енді бірдеңе істеп жатыр ғой. Соған біз былай баға берсек, жалпы мына бізде, қалай айтсақ, өте көп, қалай айтсақ, не болады ғой, подражание, қалай қазақша подражание? Еліктеу, сосын ана, қалай айтсақ, біреу істесе соны қайталау. Ребрендинг деген сөз бізде сол батыстан келіп, жиі қолданатын болып жүр. Бренд деген, ребрендинг деген, бірақ оның мазмұны, оның артында тұрған нақты әрекеттер дұрыс түсінбейді. Сондықтан ребрендинг олына жалпы алсақ, маркетинг теориясынан, бизнес практикасынан жалпы сыртқы бейнелерін өзгерту емес.
жай олай атын өзгерту, лейбл өзгерту, ол бір-екі жаңа ұран табу олай емес. Ребрендинг ол, қалай айтсақ, жалпы сол партияның, компанияның құрылымын өзгерту, жұмыс істеуін басқа деңгейге шығару. Ребрендинг. Және ол өзі, қалай айтсақ, жүйелі іс-әрекет болу керек, ары қарай жүйелі түрде жұмыс істеу керек. Бұл ребрендингтің бір элементін ғана, сыртқы элементін ғана өзгерту, ол ребрендинг емес. Ребрендинг емес, ол мысалы, ол партия бұрын әділет болды, қазір адал болды, ал не өзгеріс одан? Ештеңе өзгеріс. Сондықтан әрине онда ребрендинг ешқандай нәтижеге әкелмейді. Ол бізде жиі кездесіп жүр. Түбінде ол кімдерді ғана қуантады, мүмкін консалтингтік компанияларды ребрендингке өздерінің жұмыс тапқан. Ал бірақ, қалай айтсақ, сол компания нелердің, партиялардың нақты жұмысына ешқандай дұрыс әсер әкелмейді. Сондықтан мен онда ребрендингті мен ондай, қалай айтсақ, нақты түрде сондай деп айта алмаймын. Мен ойымша ол жай, қалай айтсақ, сайлаудың алдында бірдеңе әйтеуір істейік деген іс-әрекет. Әйтеуір одан ешқандай нәтиже шықпайды дейтін ойыңыз бар. Мен әрине ешқандай нәтиже шықпайды. Мүмкін ол партияның несі 0,1% болды, қолдау 0,1%. Енді мүмкін 0,2% болар. Мүмкін, кім біледі. Коммунистік партия енді бірнеше жыл бойы парламентке өтіп отыр, сайлау нәтижесі бойынша. Осы жолы атауын өзгертті, олардың енді сөзінше жалпы идеологиясын да өзгертеміз деген сияқты ой айтып жатыр. Дегенмен, олар коммунистік идеяны бас тартып, коммунизмді аңсаушылар сияқты олардың енді жақтастары, олардан енді бет бұрып, сіздің ойыңызша нәтижесінде осы партия осы сайлауда қажетті 7% жинай ала ма, жоқ па? Коммунистік партияның әрине біздің тарихымызда олардың орны үлкен болды ғой. Кезінде біз нақты нәтижелер көп болды, оның ішінде жақсы нәтижелер де көп болды. Әрине олар оған ете алады, сүйене алады. Қаншама қала, қаншама завод, фабрикалар, оқу орындары, соның бәрін олар ете алады. Айтып, біздің коммунистік ілімнің несі деп. Және көп, әсіресе мысалы үлкен жастағы адамдарға коммунистік әлгі идеялар әлі олардың жүректеріне, саналарына әсер ете алады. Әрине бұрынғыдай емес, әрине. Сондықтан сол әлеуметтік мәселелерді көтеретін партия болу керек, әрине. Болу керек, соның ішінде несі өмір деңгейі төмен топтардың мүддесін қорғаймыз деген сонда партия болу керек. Оны нақты түрде қалай іске асыра алады, көреміз. Бірақ сол коммунистік партияның тағы бір өкінішті жағдай, осы 30 жылда мен бір солардың кітап, не мақала, дұрыс терең мақала шығарып, немесе бір конференция өткізіп, коммунистік идеяны біз жаңа деңгейде мынандай тұрғыдан көреміз, осылай дамытамыз деген мен кездескен жоқ. Не Абдиллиннің партиясы кезінде, не мына қазіргі мына халық партиясы деп айтатын, халық коммунистік. Олар бұрынғы ілімге біраз сүйенеді, оның не түрінде, шектелген түрінде. Бірақ жаңа қазіргі заманға сәйкес олар коммунистік идеяны қалай дамытуға 30 жылда мен несін көрген жоқ. Бір ерекшелікті көрген жоқпын. Мен сол коммунистік партияның өкілдерімен былай әртүрлі конференцияларда кездесіп қалғанда,
Мен оларға айтамын, сіздер неге осы арттарыңыз үлкен дәстүр неге ары қарай дамытпайсыздар? Басқа партиялар мысалы арттарда дәстүр жоқ. Олар мысалы либералдық немесе басқа түрден дамимын деген партиялар Қазақстанда бұрын олардың нелері болған жоқ. Алдында жұмыс деген сондай тәжірибелер жоқ, дәстүр жоқ. Ал коммунистік партияның артында тұр, ондай бар. Соны қолданып, мысалы, әсіресе Европада коммунистік партиялардың нелері бар, жаңа заманға сәйкес өздерінің ілімдері бар, жетістіктері бар. Соларға сүйеніп жұмыс неге істемейсіздер десе, олар үндемейді, әрине, өйткені ондай мүмкіндік оларда жоқ. Сол ұрандарды қолданады, ал бірақ жаңа заманға сәйкес, әсіресе жастарға қызықты болу үшін олар жаңа сол ребрендингқа қолдары жетпей тұр, менің ойымша жете алмайтын секілді. Олардың сондықтан электораты өзі тұрақты болады, мүмкін бір 5-10% ішінде. Ары қарай өсуі шекті. Өйткені олар өздерінің жаңа заманға сәйкес өзгерте алмай отыр, ол партия. Сондай, мен ойым сондай. Жақсы. Онда осы орайда енді ребрендинг бұл заманға сай бір сән сияқты енді ой айтып отырсыз ғой. Сол сияқты қазір байқағанымыз партияға сондай бір танымал тұлғаларды шақыру жиіліп кетті. Ребрендинг керек. Жоқ, керек, сөзсіз, бірақ енді негізгі ой бұл қазіргі заманға сай сияқты болып тұр да. Дұрыс қолдамай отыр. Сол сияқты бір жаңа тренд пайда болып жатыр да, партияға саясатқа қатысы жоқ, ол бойынша не білімі жоқ, не тәжірибесі жоқ адамдарды шақыру. Эстрада жұлдыздары, спортшылар, тағы сол сияқты тұлғаларды партияға шақырып, нәтижесінде мәслихат немесе мәжіліс депутаттары болып, сайлауға түсіп, сол нәтижесінде жеңу. Нәтижесінде осындай адамдарды, саяси салада білімі жоқ адамдарды сайлауға қатыстыру қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Мен ойымша дұрыс емес ол. Дұрыс емес. Оларды бұлай компанияға шақырып, оларға сүйену дұрыс. Бірақ оларды, мысалы, әсіресе мәжіліске кіргізу, олардың әрине. Біз көріп тұрмыз ғой, көбі кетіп жатыр соңыз. Кетіп жатыр, өйткені онда олар не істерін білмейді. Оларға. Ал енді әрине сол белгілі адамдарды, оның ішінде мысалы артисттарды, немесе спортсмендерді біздің қоғамда жалпы қандай да болсын қоғамда олардың беделі биік. Біздің қоғамда әсіресе, өйткені біздің қоғам құндылықтары сондай, олар соны шоу-бизнес пен спортқа өте көп біз нетеміз, қызығамыз, еліктейміз соған. Сондықтан әрине олар бізге беделді болады. Біздің халыққа беделді. Олардың айтқан сөздері өтеді. Олардың нелері, қолдаушылары, жанкүйерлері әрине сол партияны сосын қолдауға мүмкіндік өседі. Бірақ оларды насихат кампаниясына шақырып, қатыстырып ол дұрыс секілді, бүкіл дүниеде жүзінде қолданылады. Ал бірақ оларды сосын мәслихатпен әсіресе мәжіліске кіргізу, ол әрине менің ойымша дұрыс емес. Алды науқан, осы үгіт насихаттық жұмыстар сіздің ойыңызша қалай өтеді? Оның бір ерекшелігі бола ма, немесе әдеттегідей өткен жылдарға ұқсас бола ма? Кім біледі, мүмкін кейбір политтехнологтар мүмкін бір қызық не табар, жаңа тәсілдер. Оны жоққа шығаруға болмайды. Бірақ менің ойымша айтарлықтай өзгеріс болмайды. Бір жағынан былай енді конкуренция да жоқ қой. Әсіресе үлкен конкуренция жоқ. Жаңа технологиялардың пайда болудың бір себебі жалғыз емес қана, бірақ себеп болмайды. Онда бір себебі ол конкуренцияның сондай биік болуы,
сол уақытта әрине солында ізденіс болады. Қазіргі мына конкуренциясы сондай биік емес. Науқанда, менің ойымша, сондай айтарлықтай қалай айтсақ, жаңа бір нелер табылады деп ерекшеліктер мен оған күмәнданамын. Ондай, бірақ оны қалай айтсақ, толық жоққа шығаруға болмайды. Кім біледі, мүмкін қалай айтсақ, бір ерекшеліктер болатын шығар. Бірақ менің ойымша, оның мүмкіндігі өте төмен. Қоғамда протестті аудитория көбейіп жатқанын өзіміз көзімізбен көріп отырмыз. Бұл интернет желісінде болсын, былай қоғамда жалпы пікірін білдіріп жүрген, кейбіреулер митингге қатысып дегендей да, сондай бір жалпы протестті аудитория бар екен, және олар көбейіп жатқанын анық байқауға болады. Нәтижесінде ЖСДП оларды өз айналасында жинай ала ма, жоқ па? Жоқ болса, жалпы протестті аудитория онда осы сайлауда кімге сүйену керек, немесе кімге сүйенеді олар, сіздің ойыңызша? Менің ойымша, ол мына ненің сол протесттік топтардың арасында былай бірлігі жоқ сондай. Бір партияны қолдайтын сондай. Сондықтан осы олар ЖСДП-ны сондай алдыға шығарады деп, менің ойымша, қалай айтсақ, ондай тұжырымға келе алмаймын. Бір жағынан әрине ондай әлгі қарсылық көзқарасы көбірек болса, әрине Нұр Отанның есі бір азаюы мүмкін, ықпалы. Бірақ ана олардың әлгі протесттік наразылық көрсетіп жүрген топтардың ішкі бірлігі жоқ болғандықтан, олар бір қалай айтсақ, саяси күш ретінде әсер етуі шекті секілді, менің ойымша. Шекті секілді болды. Олардың өйткені идеологиялық және әлгі нелдік әлгі ұйымдастырулы менеджмент жағынан, басқару жағынан бірлік болмағандықтан, олардың көзқарастары және іс-әрекеттері бір жинақтың нәтижеге әкеледі деп әкелу менің ойымша төмен секілді. Жалпы сайлауға бойкот жариялайды деген ұрандар көбейіп кетті. Бұл қаншалықты дұрыс? Бойкот, ол да бір жағынан бойкоттың артында недер тұр, әрине белгілі себептер тұр. Оларды, қалай айтсақ, белгілі іс-әрекеттерден туып тұрулар. Менің ойымша, бойкот әрине ол ең не түрі болады. Қарсылықтың ең қарапайым түрі болады. Ең қарапайым түрі. Біздің жалпы қоғамда бізде кемшілік бар. Бізде мына ұйымдасып, ақыл күштерді жинап, әлеуметтік саяси өзгерістерді көздеу, соны іске асыру бізде төмен болып тұр. Жалпы азаматтық қоғамның дамуы өте төмен деңгейде. Оның ішінде мысалы азаматтық қоғамға ықпал беру үшін бізде кейде ойлайды, митингке шығу керек, немесе бойкот жасау керек. Оның бәрі ол элементтер, бірақ ең қарапайым элементтер секілді, менің ойымша. Ең қарапайым элементтері. Азаматтық қоғамда және саяси өзгерістер болу үшін әлеуметтік өзгерістер. Біз тұрақты жұмыс істеуіміз керек. Әртүрлі ұйымдар құру керек. Күнделікті өмірде өзгерістерді іске асыруымыз керек. Оның ішінде мысалы мына сайлауды алсақ, онда әрине бойкотты жасауға болады, бір жағынан әрине басқаша істеуге болады. Өз қалай айтсақ, алдарында қойған мақсаттарын байланысты дауыс беріп, өте тиянақты түрде сайлауды бақылау керек. Сайлауды бақылау керек. Сосын сол
қалай айтсақ, сайлау, санау барлық несіне қатысып, халық өзіне саяси тәжірибе алу керек. Үйрену керек. Қалай осы өз дауысын дұрыс жеткізу. Ал бірай байкот болса, өйткені байкоттың ең алдымен минусы неде? Біздің партиялардың, менің білуімше, заңда не жоқ? Қалай айтсақ, төменгі деңгей жоқ қатысу. Сондықтан, мысалы, қанша байкот жасаса да, белгілі пайыз сайлаушылар бәрібір келеді сайлауға. Сондықтан сайлау, қалай айтсақ, бәрібір де болады да, ол, қалай айтсақ, заң түрінде өтеді. Болды деп. Байкот жасағандар жай тыс қалады, бітті. Мен айтайын дегенім, егер сайлаудың заң бойынша сайлау не болса, төменгі деңгейі, мысалы, осыншама пайыздан төмен қатысса, сайлау болмады деп айтады. Ал егер ондай төменгі планка болмаса, онда байкот қанша болса да, ол ешқандай нәтижеге әкелмейді. Ықпалы, әсері төмен болады, ешқандай нәтижеге әкелмейді. Түсінікті, демек, байкот қанша жарияласа да, нәтижесі сайлауға бармай-ақ, өтетін сайлау өтіп, нәтижесі онсыз да шығады деген сөз ғой. Ал сіздің ұсынысыңыз көбінесе саяси сауатын ашып, тәуелсіз бақылаушы ретінде қатысып, сонда негізде қоғамға, жалпы еліміздің өміріне сондай ықпал ету, енді сол ойға болып тұр ғой сіздікі. Әрине. Ол да бәрі тәжірибе. Оның бәрі тәжірибе. Бұл сайлау, енді менің ойымша, оған сенейік, ақырғы сайлау болмайды біздің өмірімізде. Сондықтан бұл сайлаумен біздің, қалай айтсақ, барлық нәтижеге жетпейміз, және шүкір, өміріміз, қалай айтсақ, тоқтап қалмайды. Алда тағы да сайлаулар болады. Ал әрбір нәрсеге тәжірибе керек. Соған үйренейік. Жай қалай айтсақ, жоққа шығарып, қатыспаймыз деп. Әрине, біздің сайлау системасын идеалды система деп айтуға болмайды. Бірақ сол идеалды емес, ол болғанша біз қатыспаймыз деген, ол да қателік. Ол ары қарай кейін дұрыс деңгейге шығу үшін біз белгілі тәжірибе жинауымыз керек. Тәжірибені тек кімдер емес, әлгі сайлау жүйесіне жұмыс істеп жүрген адамдар емес. Жалпы қоғам өзіне тәжірибе жинау керек. Көбірек адам қатысу керек. Соның ішінде тағы да басқа функция ретінде қатысу керек. Түсінікті. Тағы бірінші сұрақ қалды. Егер шарт түрде былай елестесек, елімізде президенттік емес, парламенттік басқару жүйесіне өзгеріс енгізіліп, нәтижесінде бізде парламенттік басқару жүйесі болса, бұл елімізге қаншалықты жағымды болады? Оның нәтижесі жалпы бола ма? Оның түп тамырында қоғамымыздағы өміріміз болсын, саяси алаңдағы өмір болсын, өзгере ме? Қаншалықты жалпы біздің еліміз осыған дайын? Менің ойымша, ол тарих көрсетіп тұр, парламенттік республикалар өте тұрақсыз республикалар. Оларда, мысалы, кейде бір жылда бірнеше рет үкімет ауысып отырады, бірнеше рет. Кейде бір жылдың ішінде. Олар көп коалиция байланысты. Бір-біріне өкпелеп қалса, бір-бірімен қайшылыққа келіп қалса, коалиция бұзылып, сонда неге сенім бермейміз деген, мысалы,
үкіметке оны отставкаға жіберу сондай көп болып тұрады. Мысалы, Батыс Еуропада сондай, қалай айтсақ, жиі болып тұрады. Бірақ оларда қоғам өте тұрақты. Өте тұрақты қоғам. Онда олар мемлекеттік саяси өмірден тыс өте жақсы әлеуметтік институттар жұмыс істейді. Ана жақта партиялар бір-бірімен ұрысып жатады, коалициялар бұзылып жатады, үкімет отставкаға кетіп жатады, ал қоғам тұрақты жұмыс істей береді. Оларға, сондай қоғамдарға парламенттік республика кіргізуге болады. Біздің қоғам тым көп билікке қарайды. Тым көп билікте қарап отырады да, билік біздің өмірімізде өте тым үлкен рөл атқарады. Тым үлкен оның орны. Егер сонда билік тұрақсыз болса, парламенттік республикаларда билік өте тұрақсыз. Онда біздің қоғамның болашағы өте қиын болуы мүмкін. Біз алдымен бір тұрақты деңгейге, тұрақты дамуға мүмкіндікке қол жеткізіп алсақ, онда біз парламенттік нені кіргізуге болады. Ол парламенттік қандай ол жақта не болып жатса да, қақтығыстар. Қоғам одан, қалай айтсақ, көп не жаман салдары қоғамға болмайды. Қоғамның ішкі тұрақтылығы бар, қоғам өзімен өзі дамып жатыр. Ал үкімет, парламент ол бір қоғамның белгілі бір институттары, бірақ ең негізгі емес. Ол негізгі болса, оның артында дәстүр жоқ. Қалай айтсақ, саяси мәдениет төмен әлі бізде, қалай айтсақ, сол парламенттік неге сәйкес режимға. Сондықтан әрине мүмкін бір жағынан демократиялық тұрғыдан қарағанда өмір жағынан келсек, ондай, қалай айтсақ, тым тұрақсыз саяси модель бізге өте жаман салдарын әкелуі мүмкін. Біз еліктеп, ана Италияда бар, Бельгияда бар, Голландияда бар, бізде неге жоқ, немесе Германияда бар деп соны нету, қалай айтсақ. Онда біз айтуымыз керек, неге бізде білім деңгейі ондай емес, оның ішінде адамдардың құштары білімге неге төмен, еңбекке. Біз неге, мысалы, жұмысты былай қойғанда, қонақты былай қойғанда, жұмыстың өзінде біз тәртіппен уақытты дұрыс нетпейміз. Қалай айтсақ, бағынбаймыз оған, дисциплина төмен бізде. Ал біз білеміз, қонаққа мысалы 5-ке шақырса, кісілер 7-те келеді. Немістер мысалы ондай істемейді ғой, немесе жапондар. Оларда парламенттік республика, Жапонияда, Германияда. Бірақ олардың артында не тұр? Өте тәртіпті, дисциплинасы өте биік, еңбек деңгейі, білімдер өте биік адамдар тұр. Өздерінің ішкі бақылаулар адамдардың өте биік. Оларда еліктеушілік өте төмен, тіпті жоқ. Прагматикалық саналары биік адамдар. Сонда парламенттік нені әрине нетуге болады, дамытуға. Ал егер еліктеушілік көп, қызып кету, топтық эгоизм өте биік, жеке бастық эгоизм өте биік, саяси тәжірибелері, тіл табысу, компромистік мәдениеті төмен болып тұрған кезде парламенттік республика әрине ол көп қауіп туғызады деп ойлаймын, көп қауіп туғызады. Ол болашақта болғаны дұрыс, бірақ біз қоғам оған пісіп, өзі қоғам дайын болған кезде, ол, қалай айтсақ, эволюциялық түрде пайда болу керек. Қоғам өзі ішкі тұрақтылығы, даму мүмкіндігі бәрі орныққаннан кейін бізде прагматикалық тіл табысу, компромистік мәдениет өскеннен кейін, ең алдымен жалпы мына қоғам парламенттік қақтығыстар мен үкіметтің өзгеруіне, қалай айтсақ,
тым көп көңіл бөлу болмау керек. Қоғамның өзінің ішкі нелері болу керек. Қалай айтсақ, биліктен тыс автономдық өмір сүру, жұмыс істеу мүмкіндіктері биік болу керек. Сонда қақтығыстар болып жатқан қоғамға тым әсер биік болмайды. Ал егер билік біздің өмірімізде өте үлкен орын алып тұрған кезде билік тұрақсыз болса, ол әрине біздің қоғамымызға өте үлкен зиян келтіреді. Біз ең алдымен не істеуіміз керек, неге көңіл бөлуіміз керек? Біз ең алдымен біз өмірімізде, санамызда биліктің орнын азайтуымыз керек. Билікқа көп көңіл бөліп, тым соған көп ойланбауымыз керек. Біз ең алдымен өз өмірімізбен, өз қабілеттерімізді дамытуға көп көңіл бөлсек, онда біздің қоғам дамуына ол ең үлкен инвестиция, ең үлкен мүмкіндік болады. Біз сол бұрынғыдай бәрі билікке байланысты. Билік өзгерсе, біз өзгереміз деп отырсақ, біз ешқашан дамыған елдердің қатарына кірмейміз. Біздің елде не дұрыс президенттік, не дұрыс парламенттік жүйе пайда болмайды. Өйткені қызық мынандай парадоксалды мүмкін ой бар шығар. Саяси бізде жүйе дұрыс даму үшін біз саясаттың біздің өмірімізде орнын азайтуымыз керек. Ал егер саясаттың орны әлі сондай, биліктің орны сонда көп болып тұрса, бізде саясат та дұрыс дамымайды, қоғам да дұрыс дамымайды. Біз былай қарасақ, дамыған елдердің екі бір несі болды, заңдылықтары болды. Көп заңдылық болды, оның ішінде екі модернизацияға әкелген, біреуі не болды? Сол саясатты өмірде олардың орны азайды. Бұрын оларда бірінші орында саясат болса, билік болса, кейін саясат, билік қоғамда маңызды, бірақ белгілі бір басқа бір орталықтардың орнын алды. Ал бізде сол бірақ орталық, қалғанның бәрі оған бағынышты. Ал ол, қалай айтсақ, қазіргі заманның дамуына сәйкес емес. Екінші, ол секуляризация дейді. Секуляризация діннің биліктен кетуі. Осы саясат пен діннің орны қоғамда азаюы тек қоғамды қазіргі замандағы деңгейге жеткізе алады. Біздің қоғамды зиян көріп тұрмыз. Бір жағынан қазір діннің де орны ұлғайып жатыр. Екінші, біз неден бас тарта алмай отырмыз? Біз сол бұрынғыдай билікке табына береміз. Бірінші орында біздің қоғамда билік пен саясат. Ал өмірдің мына байлығын не туғызады? Ол адамның еңбегі, адамның білімі. Адамдардың қабілеттері. Оған біз көңіл бөлмесек, сол ылғи біз саясатты, билікті ойлап отырсақ, біз дұрыс дамымаймыз ешқашан. Ол сондай, қалай айтсақ, мүмкін бізге ұнамайтын, бірақ қалай айтсақ, ащы шындық. Өмір заңдылығы сондай. Сондай, ол ашты шындық сондай. Біздің адамдар оны мойындағысы келмейді. Сондықтан біздің дамуымыз, ол біздің өмірімізде билік пен саясаттың орны азаю керек. Ол қалай азаяды? Егер басқа қабілеттер мен басқа қасиеттер дамыса, тек сонда ол азаяды. Ал біз соған табынып отыра берсек, ылғи біз ойлайды, жаңа партия келсе, жаңа басшы келсе, жаңа президент келсе, біздің өміріміз жаңарады. Ол патерналистік, сондай әлгі пассивный, әлгі өздерінің ішкі белсенділігі, ішкі автономиясы жоқ, ішкі қабілеттері дамуға төмен адамдардың сенімдері, ол да, қалай айтсақ, мүмкін өмірде болу керек, бірақ ондай модельдің даму мүмкіндігі ылғи төмен болады. Біз соны ең алдымен соны түсінуіміз керек. Сондықтан биліктің орны біз болашақта біздің мақсатымыз не болу керек? Қоғамда және жеке адам өмірінде биліктің өмірі азаю керек. Билік туралы біз, мысалы, Швейцарияда көбі білмейді кім олардың президент екен. Оларға ол керек жоқ. Біздің өмірімізде басшы өзгерсе, адамдар қатты нетеді, қобалжиды, қатты қуанады, кейбіреулер қатты оған көңіл бөледі.
Сосын олардың уақыттары мен көңілдері, күштері, эмоциялары көп соған кетсе, олар жұмыс істеуге ары қарай білімдерін ұлғайту, ары қарай күштері азайып қалады уақыттар. Сондықтан біз көп оған қам жемей, біз алдымен неге көп қобалжуымыз керек, не туралы көп қам жеуіміз керек, ойлауымыз керек, қалай біз өзімізді дамытамыз. Дамудың түбі сол. Бізді ешқандай президент, ешқандай парламент бізді болашақта бақытты қылмайды. Бізді бақытты бола алсақ, болашақта тек өзіміз, егер өз-өзімізді өзгертсек, әрине әлгі саясаттың рөлі бар, онда әрине биліктің рөлі бар, бірақ ол ылғи бірінші орында тұрса, біз көріп тұрмыз ғой, қанша жыл ғасырлар бойы өмір сүрдік, ешқашан, ешқай дәуір біздің тарихымызда бізді қанағаттандыра алмайды. Ешқайсысы. Бәрі де біз белгілі жетістіктерін мойындап отырып айтамыз, барлық дәуіріміз біздің тарихтағы өткен түбінде жаман аяқталды. Ал біз сонда нені көріп отырмыз? Біздің тарихымызда ылғи билік бірінші орында тұрды. Сол тағдырдан, сол дәстүрден біз кету үшін біз биліктің орнын азайтуымыз керек. Егер біз өмірімізде биліктің орнын азарта алмасақ, онда сол әлгі жолдан, сол бағыттан біз кете алмаймыз. Сосын болашақта біздің өміріміз біраз мүмкін жақсы болады, біраз немесе жаман болады, бірақ түбінде сол несінде болады, әлгі шегінде болады, сол шекте болады. Біз ешқашан дамыған елдердің қатарына кіре алмаймыз, егер біздің өмірімізде биліктің орны азаймаса. Ол азаю үшін адамдардың ішкі өмірі өзгеру керек. Біз азырақ билік туралы ойлап, көбірек өзіміз туралы ойлап, өз кемшіліктерімізді азайтып, өз мүмкіндіктерімізді дамытып өмір сүрсек, онда кейін бізде жақсы парламент пайда болады, жақсы президенттер пайда болады. Тағы да бір аңсап көрейік, бір 50-100 жылдан кейін біздің ұрпақтардан сұраса, кім президент десе, оның көп пайызы оны білмесе, ол өте жақсы бізге бақытты болашақты айтуға болады. Или мысалы, өйткені адамдар көп нәтижелі жұмыс істеп, өмірлері өздері толып өмір сүріп жатады, және олар әлгі басшылар өзгеріп жатыр дегенге көп қобалжымайды, оған көп көңіл бөлмейді. Ылғи да біз соған көп қобалжып, көп көңіл бөліп отырсақ, біз сол деңгейден шықпаймыз. Сондықтан менің тұжырымым, біз сайлау болған соң қатысамыз керек оған, бірақ түбінде біз билікті және саясатты өмірімізде көп орын алмау керек. Есе Жемісбекұлы, соңғы сұрақ, 2021 жылы 10 қаңтарда өтетін парламенттік сайлаудың нәтижесі бойынша 6 партияның ішінде кім парламентқа өтуге мүмкіншілігі бар, және сіздің болжамыңыз бойынша партиялардың арасында кім қандай орын алады? Енді бәрі 6 партияға орынды болжау қиын. Біз қалай айтсақ, бірінші орында кімді озып кететін мен оған күмәнданам. Партия бар деп, Нұр Отаннан озып кететін. Бірақ енді мүмкін Нұр Отанның биылғы орды пайызы, алған пайызы мүмкін төмендеу болады. Бірақ бірінші орынды ол бермейді. Өйткені басқа партиялардың мүмкіндіктері болған жоқ. Сол неге елге өздеріне беделі жинап, дауыс жинауға. Ана 2 партия тағы өтетін секілді мен ойымша. Ақ жол мен Коммунистік халық партиясы. Яғни ЖСДП дұрыс жұмыс істесе, мүмкін ол сол үшеуінің арасына кіруге мүмкіндігі болады, егер дұрыс жұмыс істесе. Қалған партияларда ешқандай не жоқ секілді, ықпал жоқ секілді. Осы 4 партияның арасында дауыстар парламенттік орындар бөлінетін секілді болып тұр. Қалай өтетіні толық айта алмаймын. Әрине бірінші орында Нұр Отан, ал
оған біраз конкурент жасайтын 3 партия. Сол Ақ жол, Коммунистік халық партиясы, ЖСДП. Сондықтан сол ЖСДП біраз өзінің ана 3 партияның арасына кіруге мүмкіндігі болжауға болады. Сондай. Жақсы, ойыңыз түсінікті. Жалпы осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Есет Жемісбекұлы, уақыт бөлгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, каналымызға жазылыңыз, лайк басыңыз, пікір білдіріңіз.